Баршаңызға сәлем достар. Бүгін бризоли дайындайтын боламыз. Өте жеңіл әрі дәмді тағам бірі. Ал ендеше бризольдарымызды дайындауға кірісейік. Бізге қажетті фарш және де фаршқа пияз қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып, жақсылап тұрып араластырып, осылайша соғып аламыз фаршымызды. Жақсылап араласып, барлығы біркелкі болу қажет. Ал ендеше мінекей фарштарымыз жақсылап тұрып араластырып алдық. Енді осылайша 5-6 бөлікке бөліп аламыз. Дайын болған фаршымызды осылайша пищевая пленка немесе салфанға салып, оқтаумен жұқа етіп илеп аламыз. Ал мінекей енді фарштарымызды барлығын осылайша дайындап алғаннан соң, бір жұмыртқамызды жарып, дәміне қарай тұз салып, араластырып, осы жұмыртқамызды қызып тұрған табамызға аз ғана май жағып, құйып, жаңағы дайындап алған фаршымызды осылайша ақырындап жұмыртқамыздың үстіне орналастырамыз. Және де қақпағын жауып, 15 минут пісіріп аламыз. Ал мінекей достар, біздің бризольдарымызды дайын болып қалды. Мен ортасына бұл жерде майонез жақтым және де сыр салдым. Ортасына тек қана майонез емес, және қаймақпен аскөкті араластырып жақсаңыз да болады. Өте дәмді болып шығады. Осылайша дайындап көріңіздер. Менің каналымдағы видеолар ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.